Жылауық болды, қиын болды, енді депрессияда болдым. Сонымен одан туылып, Қалай шықтыңыз депрессиядан? одан кейін бізде үйде ремонт басталып кетті. Сөйтіп содан қой деп өзімді қолға алайын деп, және қызымды ақыры атым Little Polyglotics, сонымен турецкий сатып алдым, курс сатып алдым. Сол турецкийді бастап қызыма үйрете бастадым, сосын китайский. Ең соңғы посттарымда менде 5 тілді алып жүрдім ғой. Соңғы 2 посттарымда солай бастап келе жатыр Қиын едім. болмады ма 5 тілді алып жүру? Қиын болған жоқ, енді арасында бір күн турецкий өтем, соған көп мән берем, одан кейін китайскийға мән берем. Солай английский енді бұрыннан кішкентай кезінен балабақшадан басталып келе жатыр. Сөйтіп алып келе жатқанбыз. Иә. Сіз Біз уже бастап кеттік, если что. Иә, бүгінгі біздің тым бөлек подкастының кезекті шығарылымы бүгін, және де біздің қонағымыз, өздеріңіз көріп отырғандай, Сара Мақсатовна, ағылшын тілінің мұғалімі, және де Top English оқу орталығының негізін салаушы. Қош келдіңіз. Рахмет. Ал бастайық. Иә, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Иә, көргеніме келгеніңізге прям қуанып тұрмын. Мен де өте қуаныштымын. Иә, бүгінгі біздің тема енді өте өзекті темалардың бірі болып табылады. Біз енді тек қана өзекті темаларды қозғайтын болдық қой соңғы кезде. Қалайсыз өзіңіз, неге жоқ болып кеттіңіз? Жаңа айтып өттіңіз, біраз депрессиядан өтіпсіз, қолға алып қайтадан оралып жатқаныңызға өте қуаныштымыз. Енді бала шағаңыз қалай? Сіздің менің білуімше 3 қызыңыз бар, және 3 қызыңыздың да жаңағы тіл, яғни тіл мәселесіне келетін болсақ, 3 тілді, яғни ағылшын тілін, орыс тілін және қазақ тілін жетік, еркін сөйлей алады. Қаншасыншы класста? Жалпы Жания үлкен қызым 2 жаста кезде мен неге үйретпеске деп бастап кеттім. Ол идея қайдан келді негізі сізге? Ол идея мен бірінші мен жүкті кезде телефон ақтарып жатып, бір күні мен ютубтан Белла есімді бір Россияның әдемі бір қызын көріп қалдым. Ол кезде ол қыз 2-3 жаста болу керек. Енді сайрап жатыр. Қазір таңда бір 8-9 тіл біледі ау. Сөйтіп сол қыз енді әртүрлі ағылшын, қытай, француз, немецкий, енді бірнеше тілде сайрап сөйлеп жатыр. Бұл қалайша кішкентай қыз сөйлей алады дегені менде қатты бір қызығушылық пайда болды. Сөйтіп соны жаңағы ютубта ақтарып түні бойы зерттеп, соны көріп, мен қандай әдіс тәсілдер қолданады анасы, соларды көре бастадым. Сосын қызым дүниеге келді. Сөйтіп 1-2 жыл өтіп қарап жүрдім, бірақ ол ойда болған жоқ тіл үйрету. Сөйтіп 2 жастан бастап мен ақыры ағылшын тілі мұғалімін жайлап алфавитті, просто атауларын, сандарды, түстерді үйрет қояйыншы, ертең 1-ші классқа, нулевойға барған кезде біліп жүрсінші деп ойда болды. Сөйтіп сонымен біртіндеп үйрете бастадым. Сөздік қор көбейген сайын өзімде қызығушылық одан сайын арта бастады да, дәптер арнап общий тетрадьқа жаза бастадым сөздерді. Сөздік қор көбейген сайын и жазып үлгермей кеттім. Сөздік қоры настолько қатты көбейіп кетті, уже мен қызымда андай аралас бастады, аралас тілді қолдана бастады, яғни қазақша и английский. Мысалы келеді да, мама фазы қайда дейді. Ең бірінші етап сонда ғой. Грандмазы жұмыста ма деген сияқты сондай сөздер қолдана бастады. Мен қызым уже ол кезде тілі әлі анық шықпаған, өзінің ана тілі и ағылшыншаны өйстіп қосып бірге бастады. Яғни аралас тілді. Сонда ағылшын тілі бірінші шықты, иә? Ағылшын тілі, иә. Ағылшын тілде, ана тілде екеуі бірге жүрді, қас-қатар бірге жүрді. Сондай, сізде же қандай опыт болды? Сізде қызыңызға сөйтіп үйреттім деп едіңіз ғой? Иә, менде негізі мен қызымды солай тоже 2 тілде үйренген. Бізде негізі отбасымызда қазақша ешкім сөйлемейді. Иә, бізде жаңа тек қана орыс тілі болды, және ағылшын тілі, яғни мен білем. Ол кезде бірақ біз ата-енемізбен бірге тұратын едік та, и ата-енеміз қазақша сөйлеңдер деп қазақша сөйлейтініміз. Бірақ негізі жаңа қызымның тілі қазақша шықты бірінші. Бірақ кейін уже жаңағы мен орысша сөйлеймін, әкесі орысша сөйлейтін болғандықтан, бар тілі, ортасы ойнайтын жаңа кішкентай балдардың барлығы орыс тілді болғаннан кейін орысша сөйлеп кетті. И сосын мен ойладым тоже жаңа қызық қой, неге 2 тілді меңгермеске, негізі 3-ші тілді меңгермеске деп ағылшын тілін жайлап үйрете бастадым. Ол жерде қызығушылық тоже жаңағы ресейлік әріптестерден басталды. Ол кезде ВКонтакте деген болатын. Сол ВКонтактеде біз отырып алып жаңа қарайтын тұғым, неше түрлі кітаптар, қызықты жаңағы ағылшын тілін үйретіп отыратын жаңағы жай аналар. И мен қызықтым, уқтып, жаңа олардың ағылшын тілі маман емес олар мүлдем. Мен олар жасай алғанда мен
значит оңай болатын шығар деп ойладым. Жайлап ешқандай грамматикасыз жай ғана ойнап жүріп жаңағы сөздерді көрсетіп отырып, сосын бізде бір курс болды, бір орыс тоже ресейлік әріптесіміз, ұмытып қалдым қазір атын, соның курсы болды. Baby English дейтін бе, сондай бір нәрсе болды. Оның да бірнеше жаңағы нелері бар, кезеңдері бар. Өтетін сол бір курсты сатып алып, сол курсқа қарап отырып үйрете бастадым. Банана, eat. Соны жаңағы go деп сөйтіп жүріп жайлап сөйтіп үйрете бастадым. Кейін жаңағы сіз өзіңіз айтқандай тілдер уже жайлап араласа бастады. Сосын мен ойладым, все, бұдан былай уже бөліп сөйлеу керек. Яғни ата-анасымен, жаңағы менімен, яғни мен в основном ағылшынша, жаңағы one parent, one language, one parent деген жаңағы заңдылық бар, соны ұстануға тырыстым. Әкесімен жаңағы орысша сөйлейтін, ал жаңағы менімен ағылшынша, атасымен әжесімен қазақша сөйлейтін. Сондай болды менде. Қызығушылық солай келдік. Бірақ енді екінші балама келгенде мен уже түсіндім, ол үлкен жаңағындай жұмыс, оған көп қажырлы еңбек, күш керек, оны қайта сөйтіп үйретіп отыру үшін. Сосын баламен ондай қатты жаңағы ағылшын тілін қатты баулыған жоқпын, есіл честно. Өзіңіздің ағылшаңызға көңіл бөліп кеттіңіз. Иә, өзімнің жұмыстарым сонымен балама уақытпен жетпей қалды. Сондай болды. Иә, енді жаңағы айтып отқан әңгіменің барлығы бізде жаңағы билингвизм деген терминге әкеледі, жаңағы билингвизм, полилингвизм деген бар. Жаңағы олар полиглот деген сияқты сондай бөліне береді. Енді бізде былай қарап тұрсаңыз, билингвизм дегенде бізде көбінесе қазақ тілі және орыс тілі ғой бізде. Біздің мемлекетте. Иә, біздің мемлекетте. Бізде так та бәріміз Қазақстанның 80%, мне кажется, билингвистер. Ал енді сіздердің жағдайларыңызда қазақ тілі болды да, и ағылшын тілі, орыс тілі ол кейін қосылды мысалға. Қалай қиын болған жоқ па қазақ тілден ағылшынға үйрету? Ең алғаш бізде туылғанда сол қазақша, үйдің бәрі қазақша негізі, қазақ тілі, ана тілі пайда болды. Одан кейін ағылшын тілін жайлы неге үйретпеске деп мен жайлап қосып бастадым. Одан кейін негізімен енем орыс тілі, ата енем орыс тілін бітірген, ол кісілер орысша кісілер да. Енем в основном орысша сөйлейді үйде. Сонымен олар үйде ол кісі орысша сөйлеген кейін қыздарым да арасында ол кісіге қарағанда орысша сөйлесіп нетеді. Маған қараған кезде мені біледі да, мен қазақша және ағылшынша түсінетінді. Иногда қазақша, кейде қазақша қолданады, кейде ағылшынша қолданады. Mommy, I'd like to drink water, или Mommy, I'm hungry деген сияқты кейбір фразаларды, сөз тіркестерін қолданып отырады. Иә, бұл жерде айтып кететін бір өте маңызды нәрсе бар. Бұл жерде жаңағы бөлек-бөлек сөздерді үйретпей, жаңағы фразаларды үйреткен жақсы. Иә, бұл менің немде опытымда болды. Ең басында мен жаңа отырыс қойып, және қасық, вилка, ложка нелерді алып, біртіндеп үйрететінем. Drink, eat деп бір сөзден үйретіп отыратын ем. Потом жайлап уже опытым, тәжірибем жинала бастағаннан кейін уже фраза, сөз тіркестеріне көше бастадым. Drink water уже екі сөз автоматически бала қабылдап отырады да. Сөйлеммен де сразу айтып отыра берек. Мысалы, father, mother, daddy, grandfather, sister деп емес, this is my grandmother, this is my grandfather деген сияқты уже сөйлемдермен үйрете беру керек. Автоматты түрде ол түсіне бастайды. Және бұл жерде өте маңызды мимика жесттарды қолдану керек. Просто так бүйтіп отырбайсың ғой. Баламен бүйтіп күліп отырып та, бала сол эмоцияңды көру керек. Грамматика өтеміз дегендер болды ма? Ондай кездер болды ма? Грамматика. Сол дұрыс па сондай подход? Негізі әрине дұрыс емес кішкентай балдарда. Мені көбісі ойлайды, сондай немен қолданады, сондай подходты қолданады деп та. Негізі билингвизм жайлы екі, би деген латын тіліне аударғанда, би екі, лингва тіл деген, екі тілде шебер деген сөзді білдіреді. Соның екі түрі бар екен да, жасанды және табиғи. Жасандысы яғни сол мектепте үйретеді бізге, мектепте кітаппен, белгілі бір әдіс тәсілдермен үйретеді, табиғи бұл өмірде, күнделікті өмірде қалай сөйлесеміз, қазақ тілінде солай ағылшын тілінде сөйлесіп, соны табиғиға жатқызамыз. Мен табиғи жолмен үйретемін да, мысалы қасымда қыздарым келсе, мен тамақ істеп жатсам, I'm peeling the potato, I'm cooking деген сияқты өзім іс-қимылымды, әрекетімді сипаттап айтып беріп тұрам. Или қызын тыңдағысы келмесе, жерде былай өздері ойнап отырса, оларды айтып отырам. Алия is playing, drinking деген сияқты олардың іс әрекеттерін міндетті түрде қайталап тұрамын мен.
сөйлеп тұруым керек қой попугай ұқсап. Сөйтіп сөйтіп үйретесіз ғой енді. сонымен олар автоматически үйрене бастайды. Иә, дұрыс, өте керемет. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, негізі билингвизмнің өте маңыздылығы өте жоғары, меніңше, өйткені қазіргі заманда бүкіл ата-ана өздерінің балаларына жаңағы үлкен мына дүние жүзіндегі үлкен кең мүмкіндіктерді мысалға бергісі келеді. Сондықтан да олар жаңағы қазіргі ата-аналардың көзі ашық, көкіректері ояу, және сондықтан да қазірден бастап, жаңа кішкентай кезінен бастап олар жаңағы бірнеше тілді меңгергенін қалайды. Өйткені жаңа өзіңіз айтып өткендей көптеген мүмкіндіктер береді. Ол болашақта да мүмкіндіктері өте жоғары, и жаңағы даму процесінде де өте жоғары болады, жаңағы мүмкіншіліктері. Яғни адам, жаңа кішкентай бала жақсырақ тезірек дамиды. Тезірек қабылдайды. Бірақ бұл жерде сіз жаңа айтып отырсыз, тез үйренді деп, бірақ енді қоршаған ортадан, мысалы, садикте, немесе мектепте бір қарсылық, немесе даже өзіңіздің семьяңызда, мысалы, күйеуіңіз болсын, немесе ата-енеңіз болсын, қоя салшы соны, не қыласың миын аштырып, немесе туысқандардың арасында сондай болды ма? Қарсылық нең бар деп? Өз басым, менің отбасымда ешқандай қарсылық болған жоқ. Менің отбасым өте андай современный кісілер. Олар всегда за развитие дейді. Олардың дамуына всегда қолдап отырады. Ал негізі Жания садикке барған кезде 2 жасында, сол кезде енді тілі шығып жатқан ғой, мұғалімдері қарсы болды. Не ағылшын тілінде үйретіп жатсың? Қызың мүмкін сол балабақшасында ағылшын тілін қолданған ба? Сөйтіп сол кезде бір қарсылық білдіргені болған. Сосын мен ол кісіге түсіндіруге тырыстым, жоқ, мен ағылшын бүйтіп партада отырғызып қойып үйретпеймін. Былай күнделікті өмірде түсіндірем, сөйлесем деп айтсам, ол кісі түсінбеді. Жаңағыдегі мен табиғи жолды түсіндіре алмадым да. Негізі көп менің оқырмандарым да, мені көретін кісілер де мені солай түсінеді. Партада отырыс қойып, там грамматикамен бүйтіп жазып, бүйтіп. Олай көрсетпейсіздер ғой даже. Олай ешқашан көрсетпеген да, иә. Мен көрмегенмін, әйтеуір всегда ойнап жүресіздер, сөйлесіп, әңгімелесіп. Ойын формасында. Сондай методикамен TPR, Total Physical Response, мысалы, іс-қимылмен міндетті түрде солай қолданатын. Бұлай басқа туысқандарынан бүйтіп қарсылық болмаған. Өзім ата-анам да үнемі қолданып таңырқап отырады. Інім бар, ол полиглот, мысалы, қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілден жетік меңгерген. Ол да үйге барған кезде үнемі сол ініммен сөйлесіп отырады. Мысалы, мен өзім ауылды жерден болғаннан кейін ешкім ағылшын тілінде бүйтіп свободно орта жоқ. Орта жоқта олай сөйлеспейді. Мен қызым только мені сөйлейді деп ойлайды да. И маған ғана қараған кезде менімен ағылшынша сөйлеседі. Басқа біреулер сәл ағылшынша папасынан ба естіп қалса, мама, папа ағылшынша сөйлеп жатыр деп отырады. Сосын мектепте де онша олай сөйлеспейді. Қазір ағылшын тілі жоқ, енді 3-ші класстан басталады екен. Иә. Солай өзгеріп кеткен. 1-ші класстан бастап алып тастады ғой айтпақшы ағылшын тілін. 1-ші класс, біз садикке барғаннан бастап сол қалай олай дұрыс па сол алып тастаған? Енді өзіңіздің жеке кәсіби ойыңыз. Алып тастамақ қойған дұрыс еді. Садиктен бастаған дұрыс еді. Просто мұғалім бұл жерде өте мықты болу керек, балаға подход жасай алу керек та. Мен енді қазіргі таңда өзім оқу орталығымды аштым, топ инглиш деп аталады. Сонда жалпы әр балаға жеке подход жасаймын да. Олар да билингв балдар болып саналады ғой енді. Қазақша және ағылшын. Олар даже полилингвы. Да? Себебі орыс тілі классқа мектепке барады, және ағылшынша менен үйреніп жатыр да. Ағылшыншасы енді оларда жасанды билингвтер болып саналады да ол кісілер. Потому что кітаппен, методикамен үйреніп жатыр. Ал табиғи тілмен болатын болса, олардың үйлерінде ешкім олай сөйлеспейді, ата-аналары. Ол кісілер монолингв болуы мүмкін. Жалпы мен өзім монолингв болғам 7 жасқа дейін. Билингвтардың және түрлер болды, ранний және поздний да. Ерте жастан, кеш жастан. Мен қыздарым ерте жастан болды да, мен өзім кеш жастан билингв болғам. Даже 8 жаста келген билингвке. Оған дейін менде мамам ата-енесімен тұрған, ол жерде өте қатаң болған, енді қазақ тілде тек қана деп, сөйтіп қазақша сөйлеп, бізге қазақ тілде сөйлеген, менің алғашқы тілім қазақша болған. Сөйтіп одан кейін ағылшын тілін мектепке барғаннан кейін жасанды жолмен үйрендім. Сонымен сөйтіп келіп, өзім енді табиғиға өзім айналып кеттім да. Табиғи билингвке айналдым. Иә. Әркімнің өзінің қолында, егер де жасандыдан табиғиға айналғысы келсе, әркімнің өз қолында. Сосын жаңағы билингвтер туралы айтатын болсақ,
негізі адамның билингке айналу жаңа айтып отырсыз ғой, жасанды болады және де жаңа табиғи екі түрі бар деп, иә. Негізі одан да көп түрлері көп екен оның. Бірақ ең бастысын айтып отырмыз, иә, бұл жерде. Жаңағы табиғи деген ол сосын көп жағдайда негізі билингтер қайдан пайда болады? Бізде мысалы Қазақстанда ол табиғи ретінде, өйткені жаңағы бізде неше түрлі ұлттар тұрғаннан кейін да бізде біз екінші тілді оңай үйреніп аламыз. Ал кейде болады екен, мысалға кейбір семьяларда өткенде тоже сөйлесіп отырмын. Мысалға менің өзімнің жаңағы одногруппницамның семьясы, олар қазір Америкада тұрады, күйеуі негізі өзі кореец та, бірақ және ағылшын тілінде сөйлейді ғой, енді кореец, кәріс адам болғанмен. Ал жаңағы менің одногруппницам ол қазақ, енді Америкада тұрып жатыр. Балдары жаңағы ол айтады да, мен жаңағы бір жағынан қазақ тілін олардың да білгенін қалаймын дейді да. Өйткені жаңағы ол это все-таки ана тілін білгені дұрыс, өйткені ол күшті ғой дейді, күшті мүмкіндік қой, ол ағылшын тілін де біледі, еще жаңағы өзінің ана тілін, қазақ тілін де біледі. Бірақ өте қиын дейді, өйткені қоршаған ортасының барлығы ағылшын, жаңағы американдықтар, олар тек қана ағылшынша сөйлейді, а қазақ тілді тек қана мен сөйлеймін дейді. И сондықтан да жаңағы прогресс өте жай болып жатыр дейді. И сондықтан да жаңағы мен айтып, жаңағы билинг болудың бір белгілі бір өзі жаңағы мақсаты бар. Біріншісі ол жаңағы ана тілін жаңағы сүйгендіктен өздерінің баласына тағы да бір мүмкіншілік беру үшін жаңағы даже басқа елде тұрып жаңағы осылай қазақ тілін үйрене бастады екен. Ол уже қазақ тілі уже екінші тілі болып табылады да. А өздерінің жаңағы ана тілдері енді ағылшын тілі болғанмен. И бізде қазақ тілде, енді Қазақстанда бізде жаңағы екі тіл, и үшінші тіл уже ағылшын, ол уже жаңағы полилинг болып кетеді ғой, былай қарағанда. И жаңағы ол табиғи деп айтып жатырсыз, ол табиғи деген жаңағы сол ортада. Үйренеді, тек қана қазақтардың арасында немесе ағылшындықтардың арасында ол табиғи үйреніп кетеді. Оған ешкім жаңағындай жол салып отырмайды, мынау деп жаңағы үйретпейді. Бізде все-таки үйретеміз, өйткені бізде орта жоқ болғандықтан. Бізде орта жоқ. Бізде енді орыс тілін үйрену оңайырақ та. Себебі орыс тілі орта өте көп, мектепте де, жалпы далада да кездескен кісілер. Ал енді монолингв болдыңыз ба, или бірден билинг болдыңыз ба? Бізде менде негізі қызық болды жағдай. Негізі мен мектепке бармас тұрын тоже ауылда тұрғам ғой, Түркістанда, атам мен әжемнің қолында. И тек қана қазақша, бір орысша білмеймін, қазақша сөйлейтін тек қана. Үйге келгеннен кейін ол жаңа бірінші классқа бару керек болды ғой енді. Мектепке баратын кезде мен түсінем ғой, то что басқа да тілдер бар екен, оказывается, орыс тілі бар екен, орыс тілі де өте маңызды екен. Сөйтіп келген кезде, ол кезде мен жаңағы әке-шемді көрмейтін тұғым, өйткені мен жаңағы тек қана ата-әжемнің қолында өскен қызбын. Сөйтіп келген кезде негізі әке-шеме үйренудің өзі қиын болды негізі маған, өйткені мен ата-әжемнің қолын сол үйдің қызы болып кеткем. Ана жерге келгенде басқа бір екі адам пайда болады, маған мынаны істе, мынаны істе дейді, мен тыңдағым келмейді, мен еркелеп жаңағы әжемнің қасында жүрген қызбын. Сосын жаңағы мен түсіндім сол кезде, келген кезде жаңағы мен папам орыс тілін жаңағы өте жетік меңгерген, өйткені жаңағы мен орысша кісі, және де өз қанымызда да орыстың қаны бар, сондықтан да мен түсіндім, оказывается, өзі орыс тілі бар екен ғой. И мен папаммен көбінесе жаңағы орысша сөйлесетін тұғым. А мамам таза қазақша, хотя алтын белгіге бітірген, неміс тілін судай білетін, бірақ жаңағы ол кезде уже неміс тілі керек емес, 90-шы жылдарда қандай, уже тек қана ағылшынға көшіп жатқан кез. Сондықтан да менде сразу билинг болдым мен. Ағылшын тілін мен мектепке барғаннан кейін үйрене бастадым. Ол кезде де менде әпкем болатын тұғым, сол біздің мектепте ағылшын тілін мұғалім болып жұмыс істейтін. И сол кісімен, Айгүл тәтеммен жаңағы мен тек қана ағылшынша сөйлесетін тұғым. Сөйтіп бізде сол кезде ол жаңағы ешкім үйреткен жоқ, бұндай білім жоқ. Мына жерде сені one parent, one language, сен мына жерде мына адаммен тек қана ағылшынша, мына адаммен қазақша деп ондай заңдылық жоқ. Просто ол өзі солай табиғи түрде солай болып кетті өзі. Сөйтіп менің жаңағы екі тілге деген бейімділігім, может быть, жоғары болды, бірақ оған да байланысты емес қой, просто өзімнің қызығушылығым болды. Жаңағы орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшыннан да күшті болу керекпін деп өзім шешіп алдым да. И сөйтіп өзімнің қызығушылығым ары қарай дамыта бастадым. Кейін уже жаңағы французский басталды, турецкий басталды, бірақ қазір енді бәрі элементари деңгей. Ағылшын тілі жоғары, даже мен қазір қазақ тілімде сәл-сәл негізі нашарлап кеткен, если честно. Полилингвист болып саналасыз да енді сізде? Енді сондай болып тұрмын ғой үйде келсе. Негізі бізде қазақтардың барлығы сондай болып тұр ғой, қазір 3 тіл, 4 тіл үйреніп жүрген адамдардың барлығы, Окей, енді қараңыз, жаңағы айтып отырмыз ғой, бұл негізі маңыздылығы өте жоғары деп, бірақ енді тілдердің табиғи емес, искусственный вариантын айттық қой біз жаңағы. Жасанды ол жаңағы тек қана курстарға бару
бару керек. Немесе өзіңіз мектепте, немесе курста, немесе жаңағы өзіңіз уақыт бөлу керексіз, ата-ана ретінде. Сіздер қаншалықты уақыт бөлесіздер? Негізі былай белгілі бір уақыт бар ма? Мысалы, мынандай да заңдылық бар ғой, бұл жаңағы бір бөлмеде ағылшынша сөйлейді, или жаңағы мына уақыттан мына уақытқа дейін ағылшын тілі, мысалы күнді таңертеңнен түске дейін тек қана ағылшынша, ал түстен кейін үйге келгенде қазақша деген сияқты сондай бөлу бар ма, или ондай жоқ па? Бізде жалпы 3-4 айдың көлемде, если шыны керек, онша не алмай қойдым, көңіл бөлмей қойдым. Себебі мен өзім орталығыма көңіл бөліп кеттім да. Оған дейін күнде кешкісін біз кітаптарым өте көп менде, кішкентай балаларға арналған, мысалы, жерге көрсетейін. Мынандай сияқты кітаптар. Осындай кітаптармен біз кешке жайып қоям, шашып қоям, 3 қызыммен отырып, көріп, сөйлесіп отырамыз. Үлкен қызыма түсіндірем, кішкентай қызыммен сұрақтар қоям, сөйтіп. Кітаптың негізі маңыздылығы өте зор. Баланы қызықтырады, қызығушылығын оятады. Қызым айттым ғой жаңдегі, біз больницаға жатқалды, көзіне операция істедік деп ше. Не істеймін деп жаңде кітаптарды алып келгем, 3-4 кітап алып алғам. Сөйтіп соны ашып, сол жерден көрсетіп, түсіндіріп бастадым да. Ертегілерді қызым өзі айта бастады. Суреттеріне қарап, өзі нақаду, кәдімгідей айтып бере береді. Сөйтіп мен уқты деп не алып, сөйтіп интернеттен, жаңде инстаграмнан заказ бердім. Көпте 30 шақтыма кітап бердім. Кішкентай балдарына сомен үйге келдік, сомен постоянно кітаптарды оқытып, неге және инстаграмға салып жүрдім ғой мен. Сөйтіп солай несі разговорный да, және сөйлесу қабілеті де жақсара бастады қызымда. Және сөздік қоры да молай бастады. Енді кітап оқығаннан кейін әрине сөздік қор жоғары болады. Сол айтқым келген, және кітаппен егер де кітаппен заниматься еткізілеріңіз келсе, кітап алыңыздар. Оқыңыздар. Тағы да бір нәрсе айтайын дегенім, осы жерде негізі бұрында 20-шы ғасырда жаңағы осы билингвтерді, жаңағы полилингвтерді жаңағы зерттеуге алған ғой. Жаңағы лингвистер мен психологтар қосылып жаңағы зерттеу жүргізген екен, жаңағы адамдарды, кішкентай балдарды бөлген екен, жаңағы бір тілде сөйлейтін адамдар мен екі тілде сөйлейтін адамдарды жаңағы тексерген екен, зерттеу жүргізіп, сол жерде айтқан екен, бір қандай да бір сол кездерде негативті, яғни бұның кері әсері бар. Кішкентай кезінен 2 немесе 3 тілді білетін балаларға, оларға жаңағы миларына, жүйкелеріне жақсы әсер етпейді, оның негативті әсері өте көп деген бір тұжырымға келген екен, және сол тұжырымды дәлелдеуге тырысқан екен сол кезде. Бірақ кейін 1960 жылдары тоже Америкада бір университетте, қазір атын ұмытып тұрмын, сол жерде тағы да зерттеу жүргізген екен, и алдыңғы жүргізілген зерттеудің бір жаңағы үстіртін жүргізілгенін дәлелдеген екен. Сөйтіп тағы да жаңағы бір тілде сөйлейтін адамдар балалармен 2-3 тілде сөйлейтін балаларды және неге қойып қояды ғой, тексерген, зерттеген, зерттеу жүргізген, әбден қараған. Сол кезде олар таң қалады ғой, жаңағы бүкіл зерттеу жұмыстарының барлығы жаңағы позитивный болып шығады. Плюсы көп екен, оказывается. Жаңағы тапсырмалар береді. Бір бөлмеде тек қана жаңағы бір тілде сөйлейтін адамдарға бір тапсырма береді. Екінші бөлмеге жаңағы кілең 2-3 тіл білетін балаларды жинап қояды, оларға тағы да бір тапсырма береді. Сөйтіп енді кім жақсы ол тапсырманы орындады десе, оказывается, жаңағы бірнеше тіл білетін балалар тапсырманы тезірек и сәтті орындаған екен, ал бір тілде сөйлейтін балалар тапсырманы орындауға көп уақыт жіберген, кейбіреулер даже жасай алмаған екен. Осы жерде мен қоса кетейін. Хельсинк университетінің мықты бір профессор кеше ғана бетіп ақтарып көрген енді, Екатерина фамилиясын ұмытып тұрмын, сол кісі. Осы миларын зерттеген екен да, кішкентай және билингв балдардың, оларда тілді үйренген балада нейрондары көбейеді екен, өте көбейеді екен, және гиппокамп деген миымызда бар екен, сол жерде серое вещество, сол тығызданады екен да, яғни монолингв балаларға қарағанда. Бұл нейрондардың көбеюі бұл неге миға пайдалы, және ми құрылысының жақсы әрі жақсы дамып келе жатқанының көрінісі екен. Мен әр декретінде жақсы бір кітап оқығым келмесе, андай жақсы бір документальный фильмдер көріп пайдалы өткізуге тырысам да. Сол BBC русская службада программа бар ғой, сода
кішкентай балаларды ең туылған балдарды не өткізеді, бір эксперимент өткізеді Британияда. Британияның кішкентай балдарын және мамаларын жинап алады да, сөйтіп оларға бір екі түрлі тіл қосады. Және екі түрлі тілді қосады. Мысалы бізде түркі тілдес қазақша мен турецкий тілі ұқсас қой, мысалы 1 2 4 5 10-ға дейін санаймыз. Түрік тілде де сондай 1 2 3 дыбысталуы бір-біріне ұқсас та, иә. Сондай бір екі тілді есіме түспей тұр. Сондай екі тілді қояды да, и мамаларға айтады, көздеріңізді жұмып отырыңыздар дейді да. Сол тілді қосқан кезде, ана басқа тілге екінші тілге өткен кезде көздеріңізді ашыңыздар дейді. Сөйтіп көздерін жұмып отырады, вообще көздерін ашпайды. Аңғармай қалады да, бұл үлкен кісі да. Кішкентай балдарды қойып отырғызып қояды да, ол кішкентай балдар енді не алмайды, бүйтіп кәдімгідей бүйтіп алдандырып бүйтіп отырады, және ананың дауысын қатты дыбыстап қосып қояды. И уже екінші тілге қосқан кезде уже басқа жаққа бүйтіп жалт қарайды да. Уже кішкентай баланың бұл жерде өте жылдам, тез қабылдайтынын білдіреді. Олар түсінеді. Үлкен кісілердікі енді милары сәл қиындау. Сол үшін ерте жастан дейтін, сондықтан баланың миы губка сияқты тез сіңіріп алады. Бірақ енді губка деп көп информация берудің де қажет жоқ, бірақ жақсы мындай ыңғайлы жолмен үйреткен дұрыс. Енді мына жерде сұрақ, қай жастан негізі үйреткен дұрыс? Осы сұрақ аясында негізі өте көп жаңағы дау бар. Енді сіздің ойыңыз қалай? Егер мен ойым болса, кішкентай туылғаннан бастап үйрете беруге болады. Мен ойладым, кішкентай 3-ші қызымды сөйтіп туылғаннан бастаймын деп өзіме не қойған едім, мақсат қойған едім, сөйтіп бірақ ол мақсатым орындалмай қалды. Себебі қызым көптеп ауырып қалды, андай сарғыш болып туылды, потом аллергия болды, сондай сияқты. Сонымен не алып кеттім, денсаулығына көп мән беріп кеттім. Одан кейін арасында көріп тұрсаңыз, бір 6 айында, 4 айында, 6 айын, 8 айларында жайлап өлеңдермен бет қосып бастадым. Қазір менің осы қызым 1,5 жаста да. Кейбір фразаларды айтамын, тілі енді шығып келе жатыр. Кейбір сөздерді біртіндеп бір сөзден айтады, бірақ ағылшынша айтамын. I is jumping, sleeping десем, сол нелерді қайталайды. То есть істейді мені. Sleeping десем, жерге жатып алып ұйықтай салады. Или jumping десем, секіріп атады. Running десем, жүгіріп кетеді. Түсініп атады да. Су беріп атсам, I is drinking деп өсіп жайлап бастап келе жатырмын. 3-ші менде. Күшті. Қыздарымда түсінігі жақсы да, жақсы түсінеді, бірақ именно сөйлесуде екінші қызым сәл енді онша жақсы. Екінші қызыңыз қаншада? Екінші қызым 4,5 жаста. 4,5. Енді, мне кажется, нормально сияқты. Даже қазақ тілінде кейбір балдардың тілдері 4 жасында, 5 жасында әрең сөйлеп келетін сондай балаларда бар ғой. Сондықтан да бұл жерде асығудың қажеті жоқ. Бір айтатын нәрсе, ата-аналар сразу жаңағы бастап кетіп, негізі көп ата-аналар бастайды өйстіп жаңағы. Бір мотивациясы жоғары, мен де сөйтем, балам да сөйтіп, қызым да солай ағылшынша сөйлесін деп бастап кетуі мүмкін. Бірақ кейін жаңағы уақыт өте, ол қиын бір жұмыс екенін түсінеді да, содан қойып кететін ата-аналар өте көп. Бірақ бұл жерде өте бір маңызды нәрсе бар, асығудың қажеті жоқ. Асығудың қажеті жоқ, өйткені жаңағы көптеу инпут болған сайын, яғни жаңағы баланы көп ағылшынша сөйлеп, бірге сөйлеп, кітап оқып, немесе жаңағы мультиктерді бірге көргеннің арқасында ол жайлап үйрене береді. И уже ары қарай уже оңай болады. Сондықтан да бұл жерде асығудың қажеті жоқ. Жаңағы уақыт туралы айтып жатырсыз, жаңағы қай уақытта тезірек, жаңағы жеңілірек болады деп. Негізі жаңа айтқандай, the earlier the better. Ертерек бастасаңыздар өздеріңізге жақсы. Өйткені жаңа айтып отқандай, губка сияқты қағып алады, бірден қағып алады, баланың жаңағы миы ашып кетеді деп қатты қорқудың қажеті жоқ. Басында сондай болады, бірақ жайлап өзі бала түсіне бастайды. Акаса ол бірінші тіл екен. Жаңа анамен былай мектепте акаса қазақша сөйлесу керек екем, достарымен орысша сөйлесу керек екем деп уже балада уже ойланып, жайлап өзінің нәтижесін көрсете бастады. Уақыт келе, бірден емес. Бірақ бұл жерде айтып кететін бір но бар да. Барлық балаға ой кішкентай кезден бастап кету керек деп бастап кетпеу керек. Анасы өзінің баласына мұқият болу керек. Баласының тілі шығып жатыр ма, қазақта өзінің ана тілінде шығып жатыр ма, соған да қатты мән беру керек. Мысалы 1,5-2 жаста уже баланың тілі шығу керек та, ана тілінде бір сөзден айтып, егер де шықпай жатса, тілі кештетіп бір уже 3-4 жасқа дейін болса, ол кезде бастаудың қажеті жоқ. Екінші тілмен шатастырып олай қажет емес осындай кезде. Және кекештену балдарда пайда болса, енді бір қандай бір аурулары болса, ауытқулар болса, ондай кезде бастаудың қажеті жоқ. Егер денсаулығында ешқандай бір ақау болмай, жақсы болса,
бастай беруге смело смело вперед. Подтверждено. Иә, дұрыс айтасыз. Бірақ енді уақыт келе, бірақ ол жаңа тек қана кішкентай кезінен деп айтатын себебі, өйткені тез қабылдайды ғой. Бірақ өзіміз де біліп отырмыз ғой, бала өскен сайын қабылдауы төмендей бастайды. Негізі сондықтан да бұрында бір тренд болды ғой, 3 жасқа дейін егер де жаңағы бүкіл нәрсені беріп қоймасаң, кейін уже ол бала ары қарай дамымайды екен. Уже дамыса да оған уже күш салу керек. Баяулай бастайды жаңағы neuroplasticity деген бар, жаңағы мидың пластичности, гибкости оказывается төмендей бастайды. Өзімізде уақыт келе, кәртие келе, бәрімізде сондай ғой. Қазірдің өзіне жаңағы үлкен адамдармен жұмыс істегеннен кейін, мысалға ересектермен көбісі айтады, ой, маған уже қиын ағылшын тілін оқу дейді. Сондықтан да ол шынымен де қиындай бастайды, өйткені миымыз бұрындағыдай губка сияқты қабылдай бермейді бүкіл информацияны. Сондықтан да бұл жерде де асығудың қажеті жоқ. Кеше ғана курсқа жазылып алып, сразу бірден бір какой-то нәтижені күтудің қажеті жоқ. Өйткені тіл деген даже біз ана тілін қаншама 4 жасқа шейін 5 жасқа дейін әрең-әрең былай сөйлеп жүреміз. Кейін осы бір 5 жылдан кейін ғана жаңа қазақ тілінде шебер сөйлей бастайды, иә? Жаңа пересказ, жаңағы даже қазақ тілінде кейбіреулер түсінік айтуға қиналады ғой, не то что ағылшын тілі. Сондықтан да кейбір ата-аналар ойлайды ғой, жаңағы мен баламды курсқа берсем, сразу ертесіне бір айдан кейін сөйлесіп кетеді. Сондай жағдай болды ма сіздерде? Сондай бір ожиданиемен келген ата-аналар? Сондай болады менде де, көбінесе болады. Себебі мен де енді үнемі Инстаграм неге салып отырам ғой, видеоларын. Қыздарыма қарап өйстіп сөйлеп кетеді деп ойлайды да. Негізі олай емес. Мысалы, бұрындары мен осыдан 1 жыл бұрын үйде оқытатын едім ғой. Сол кезде бір ата-ана берді баласын, 1 ай қатысты да, ол бала монолингв бала, бір-ақ тілді сөйлейді да. Үйінде ешкім, оның үйін білем үй ішінде, олар тек қана қазақ тілде сөйлейді. Сөйтіп содан маған айтып жатыр да, ағылшынша әлі сөйлемей жатыр деп. 1 айдың ішінде қандай результаты жоқ деп, иә. Сонымен ол қатыспай қойды 1 айдан кейін. Мейлі, енді негізі солай, енді сондай кездер болады. Қазір таңда балдарым жайлап бастағаным уже 1 апта болды. Жайлап уже результат беріп жатыр. Бұл жерде ата-аналармен де былай сөйлесу керек сияқты, ата-аналарға да айту керек. Көп ата-аналар маркетингке жатып алған ғой қазір. Грубо говоря, жаңа көреді, қайда адвансқа жеткізем деген сияқты нәрселерді көріп алады да, соны әптен қайта-қайта сонда рекламаны көре берген, конечно, соған нәрсеге сенеді. И мына жақта келесің, 1 айдан кейін где результат, неге менің балам сөйлемей жатыр? 1 айда сөйлемейді. Ол үшін балаға 1,5 жылдай уақыт керек. Тілді жақсы жетік меңгеру үшін да. Базовыйды жақсы меңгеріп алса, мысалы мен жаниям бигинер левелдағы активный оқушы болып табылады да, активті түрде қолданылады, белсенді түрде. Ал мектептегі балалар, олар енді пассивный түрде қолданады. Оларда сөйлеу несі жоқ та, сөйлеу дағдысы дамымайды. Мектепте сол ғой негізі, в основном грамматика көптеу көңіл бөле береді. Сөйлетейін десе де мұғалімдер сөйлетуге шамалары жоқ, өйткені 35-40 адамның бір класста 45 минутта кімді сұрап береді. Мүмкін емес нәрсе. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде минустарын қазір айтып өтеміз, енді плюстарын кішкене айтып өтейік. Билинг немесе бірнеше тіл, яғни полиглот немесе полилингв болудың қандай артықшылықтары бар? Біріншісі, ол артықшылығы, мне кажется, жаңағы ой өрісі тез дамиды. Ой өрісі тез дамиды. Мұқияттылығы дамиды, миына өте пайдалы, және ойлау қабілеті, сонымен қатар мультитаскинг дейді, бір кезде бірнеше іс-әрекетті атқара алады. Сонымен қатар мидың жұмыс істеуін жақсартады. Мидың жұмыс жасауын жақсартады. Жаңағы біз айтқандай, мидың икемділігі жоғарылайды. Және де неше түрлі қиын когнитивті қандай да бір тапсырмаларды оңай шеше алатын болады, оңай жұмыс жасай алатын болады сондай бір тапсырмалармен. Қандай тағы да қандай артықшылықтары бар? Қандай артықшылықтары бар? Қоғамдық ортада өзін еркін ұстай алады да. Мысалы, жаниямды айтайын тағы да. Мысалы, ағылшын тілінде папасымен сөйлесе, еркін былай жауап бере алады. Жалпы негізі біздің ортада, ауылда тұрған екен, ол жерде ағылшын тілінде сөйлейтін кісілер жоқ қой. Мен көбіне онлайн іздейтін едім да. Онлайн кейбір мұғалімдерді сөйтіп қызым таңырқайтын, мама ағылшынша сөйлей алатын кісі бар екен ғой деп, или видео бірдеңкелер көріп жатсам, мама ағылшынша сөйлеп жатыр деп түсініп отырады да. Оның ойынша тек қана мен ғана сөйлеймін деп ойлаған ба. Сөйтіп басқа нелер бар екенін түсіне бастады.
қысқаша айтқанда баланың өзіне деген сенімділігі жоғарылайды. Яғни мысалы мектепке барады, сыныпта сіз ағылшын тілі басқалардан жақсы біліп тұрса, конечно, ол адамның өзіне деген сенімділігі артады бірден. Ол уже лидер. Айтсын айтпасын. Шынымен ғой. Сіздің қызыңызда қалай, сондай лидерлік қабілеттіліктер бар ма? Мен қызым қазір мысалы оқу орталығында балдар енді үйреніп жатыр ғой, енді базовый сандар, әріптер, енді базовый сөздер үйреніп жатыр. Қызым менде уже мен үйде кезде 2 рет өтіп қойғанда олай курстарда. Сөйтіп айтам, бар және ана топпен, ана немен командаға бүйтіп топтарға бөліп тастаймын. Ана топпен айналыс, мына топпен айналыс деп отырам. Немесе және карточкаларды ол сөздердің бәрін жатқа біледі да. И сонымен разговорный екі жақта біз практика жасап отырамыз балалармен. Сөйтіп балалардың және сөйлеу дағдысын өстіп дамытып отырамыз. Иә, өте керемет. Сізде ше, сіз үлкен балалар, енді үлкен кісілерге сабақ үйретесіз ғой. Қиын емес па? Өте қиын. Өйткені оларда даже үлкен ересектердің арасында мынандай проблема бар ғой. Тек қана қазақша біледі, бірақ ағылшынша білмейді. Либо тек қана орысша біледі, бірақ қазақша білмеуі мүмкін, немесе ағылшынша білмеуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде кейде маған да жаңағы үлкендер келген кезде, ересек адамдар келген кезде жатады, қай тілде өтеді сабақ деп сұрайды. Мен ол сұрайтын өзіміздің әріптестеріміз. Өзіміздің, енді мен тек қана в основном ағылшын тілін, мықты ағылшын тілінің мұғалімдерін выпускать ететін сондай менде сондай language center ғой. И сол кезде жаңағындай бәрі сөйтіп сұрайды да, қай тілде үйретесіз? Мен айтамын, қай тілде ағылшын тілді үйретеді деймін де. Ағылшынды тек қана ағылшынша үйреткен кезде ғана результат болады. Мен мысалға өзім сабақтарымда қандай деңгей болсын, beginner, elementary, қандай деңгей болсын, тек қана ағылшын тілінде өтеді. Сондықтан да кейде болады, тоже әріптестеріміздің өздері сөйтіп сұраған кезде мен таңғаламын. Сізге мүлдем екінші тіл керек емес. Сізге қазақ тілі де керек емес, орыс тілі де керек емес. Жаңа ағылшынды үйрену үшін тек қана ағылшын керек бұл жерде. Ағылшын керек болды. Сондықтан да бұл жердің өзінің қиындықтары бар. Өйткені опять жаңа айттық қой, өсе келе адамның бір нәрсені үйренуі өте қиын. Ана өздері айтып отыр, жаңа сөздер. Зона комфорттан шығады. Біреу саған еще үйретеді, мынау дұрыс емес, оның бәрін көтере алу керек. Сосын жаңа тағы өте бір маңызды нәрсе, мұғалімдердің өзінде, көптеген ересек адамдардың өзінде жаңа не бар ғой, тәждері бар бастарында. Тәждерін бүйтіп киіп алып келеді. Деңгейлері жоғары деп ойлаймын. Кеше ғана сөйтіп жазды. Қандай деңгейіңіз қандай десем, upper intermediate дейді да. Мен таңғалып қалдым. Қалай менде қаншама жыл оқып жүрген өзімнің жаңағы teacher learnersтерім бар ғой, жаңа олардың деңгейлері енді upper intermediate-ке мысалға күшті болып ендігіле айтқанда, қалай дейсің ғой, сосын окей, тест тапсырды. И қандай результат деп ойлайсыз? Upper intermediate шықты. Сөйлеу дағдысы өте төмен. Бұл енді өзіміздің жаңағы әріптестер, опять же. То есть бұл жерде де енді ересектердің қызығушылығына, қандай да бір мақсаттарына байланысты ғой, негізі тілдің дамуы, дамымауы да, мұғалімдердің өзінің біліктілігін жоғарылатып, дамып отыруына да көп нәрсе әсер етеді негізі. Бірақ сондай сөйтіп өзіміздің әріптестер кейде сөйтіп сұраған кезде мен жылағым келіп кетеді. Қалай сен өзің мұғалім тілі маманысыз ғой, қалай сондай сұрақтар қоясыз деп сөйтем ғой. Тек қана ағылшынша өтілу керек. Сондықтан да өзінің қиыншылықтары бар, сөздерді жаттау қиын. Ол сөздерді мен сосын айтамын, жаңағы 300 рет қолдану керексіздер, ол сөз жаңағы бірден жаттап алу үшін. Өйткені біз кішкентай бала емеспіз, бір сөзді қағып алып сөйлеп кететін. Ересек адам болғаннан кейін ол сөзді 300 рет практика жүзінде қолданғанда ғана ол сөз акасы ересек адамның миында қалады екен. Ол сөздер өлі сөз немесе тірі сөз болады. Өлі сөзді ары қарай тірі сөзге айналдыру керек та. Сөйлей беру керек. Менде мысалы қызыммен солай мүлдем сөйлеспей қойған кездер болады да, арасында. Бір апта мысалы арамызда бір сөйлеспей қойсақ, қайтадан сөйлесіп бастасақ, уже қызым кішкене ұмыта бастайды. Практика жоқ та арамызда. Қой, мен қызым ұмытып бастап жатыр деп қайтадан қолға алып үйретем. Үйреткенде енді сөйлесе бастаймын да, практика қылып. Бұрын кездерде қатты желанием, енді ниетім күшті кезде сөздерді алып, карточкаларды алып күнде неғылатын едік екеуміз, дайындалатын едік. Сөйтіп сол сөздері ертесіне сол сөздерді практика жүзінде қолданып, сөйлемдермен, сұрақтармен сөйтіп айналысатын едік. Сонымен солай келе уже кәдімгідей өзінің ойын еркін жеткізе бастады. Сөйтсек те солай да жасауға болады. Сосын тағы да бір нәрсе осы жерде айтып өтейін, артықшылықтарының бірі, неге бірнеше тілді білген өте маңызды. Өйткені даже басқа тек қана қазақ тілін ғана
меңгеріп білген ол сізге ешқандай мүмкіншіліктерді ашпайды. Жұмыста да, қай жерде де болсын, егер де сіз бірнеше тілді меңгерген болсаңыз, сіздің жаңағы жұмыстағы мансабыңыз да, жаңағы жалақыңыз да жоғары болуы мүмкін. Өйткені сіз бірнеше тілді білгеннің де. Мысалға, егер де сіз ағылшын тілін білетін болсаңыз, сіздің авторитетіңіз де жоғары болады. Өйткені сіз, ой, мына жақтан британдық, американдық компаниялар келді, бізге көмектесіп жіберші деп, уже ол жерде адамның, сол жерде жұмыс істейтін адамның ол востребованный адам жұмысшы болып табылады да. Сондықтан да бұл жерде өте көптеген мүмкіншіліктерді береді негізі. Бұл артықшылықтары өте көп. Сөздік қор ұлғаяды дегенде. Енді бұл жерде тағы да бір артықшылықтарын көрдік. Артықшылықтары өте көп. Енді қандай кемшіліктері бар? Бірінші кемшілігі, мне кажется, бұл логопедиялық проблемалар туындауы мүмкін. Бала өзі әлі тілі шықпай жатып, қандай да бір р деген дыбыстарды дұрыс айтпауы мүмкін деген сондай бір вариант бар. Бірақ негізі бұмен мен де келіспеймін, бірақ сіздің ойыңыз қандай? Мен жаңа атап өттім ғой, кекештену болуы мүмкін. Тек қана кекештену. Тілі шықпауы мүмкін. Сол минусы, Сол минус болуы мүмкін, Бірақ өткенде тоже осы тақырыпта әріптестермен сөйлескен кезде, сіз сияқты билингв мамалармен, олар айтады, мүлдем ондай проблема байқаған жоқпыз дейді. Наоборот, менің балам дейді, р-ны бірінші айтты, чем қазақ тілінде ғана аралас сөйлейтін ата-аналардың балаларына қарағанда, менің балам р дыбысын, с, ш деген дыбыстарды четко айта алды дейді. Өйткені ағылшын тілінде де ол звуктар бар ғой, и ол айтқан кезде ол уже оңайырақ болды дейді. Ондай проблема мүлдем байқаған жоқпыз дейді. Мен жалпылама айтып жатырмын, осындай кемшіліктер болуы мүмкін. Бірақ менің балаларымда ондай кемшілік болған жоқ. Құдайға шүкір. Бәрін қазір жақсы меңгеріп келе жатыр. Ол керемет. Енді екінші минусы мен өзімде де бар, араластыру. Тілді араластыру. Бұл ең үлкен проблема болып табылады. 3 тіл, 4 тіл, 5 тіл берсе, адам хочет, не хочет, амал жоқ, мен сияқты араластырып сөйлейді барлық тілді. Кішкене тілдің тазалығы кетеді. Осы жерде кейбіреулер ұрсуы мүмкін, тек қана қазақша сөйлемейді, араластырады деп. Бірақ қазіргі таңда өткенде бізде мықты бір журналист бар ғой, қазақ тілін дұрыс сөйлеу керек, мынау дұрыс емес, туылған күн деп айтуға болмайды, тек қана туған күн деген дұрыс деген сияқты. Қазір журналист сондай өзі сөйтіп просветительское дело сондай занимает, видеолар түсіріп жүреді. И сол өткенде айтып жатыр да, сіздер қасындағы журналист айтып қояды, мен сіздің қасыңызда қазақша сөйлеуге қорқамын дейді. Сөйтсе, қорықпаңыздар, мен де тура солай араластырып сөйлеймін. Бала-шағам орыс тілді, мен өзім де орысша сөйлеймін деген кезде уже түсінесің да, ол дұрыс сөйлейсің, тазалығын ұстауға тырысасың. Өйткені все-таки тіл деген ол өте маңызды. Тіл жоқ болса, ұлт жоқ болса, енді жоқпыз ғой деген сөз ғой. Енді көп нәрсені терять етіп алуымыз мүмкін, мысалға сол жерде. Сондықтан да бұл жерде өте маңызды нәрсе, араластырмауға негізі тырысу керек. Бірақ полилингвтер, олар қаласа да қаламаса да амал жоқтан тілді араластырып кетеді екен. Және де полилингвизм, билингвизмнің классификациялаған кезде екі түрі бар. Оның тағы да бір түрлері бар. Таза және аралас дедік қой. Сол таза ол мысалы отбасында бір тілде сөйлейді да, мысалы менімен ағылшын тілінде ғана сөйлейді да, ал қоғамдық ортада, достарымен, транспортта, басқа жерлерде және де ана тілін сөйлейді. Бұл таза тілге жатады да. Ал аралас тілде және де бірнеше тілді араластырып, кез келген ортада, отбасында да, сыртта да және іште де, және тілде де араластырып сөйлей береді. Мен курста, университетте оқып жүрген кезде бізде курстастарымыз біреулер Қытайдан келген, біреу Монғолиядан келген, сондай және де батыс жақтардан келгендер болды да. Олар біреулер орысша сөйлейді, анаусы орысша түсінбейді, анаусы қытайшаға тілі неғып кетеді. Сөйтіп, бірақ бәріміз арасында сол аралас болды ғой бізде де. Әбден аралас болды. Енді тілім күрмеленіп, 3 тілде сөйлеп шықтық қой. 3 тілде, 4 тілде, Қытай тілінде. Сонымен осы аралас болып табылады. Аралас, бұл да бір кемшіліктерінің бірі болып табылады. Сосын тағы да бір кемшіліктері, бір тілді жоғары деңгейде біліп шығу мүмкін емес деген бір тұжырым бар екен. Егерде мысалы бірнеше тілді білетін даже полиглоттардың өздері бір тілдері доминировать етеді екен. Доминантты болады бір тілі пассивный болады да. Мысалы біздің кезімізде Жанияның қазақ тілі доминантты негізі,
енді қазір орыс классқа барып жатыр, өзінің ортасында орысша сөйлеседі да, ал үйге келгенде тек менімен ғана практика жүзінде ағылшын тілінде. Ал мен жаңа де айттым, турецкий, китайский ол өзімнің қызығушылығыма байланысты арасында қосып тұрамын. Сіздің қызыңыз, ұлыңыз қандай? Қалай тілде сөйлесесіздер? Жаңа айтып өткендей, в основном орысша. Мен бірақ қазір қазақша сөйлеуге тырысам, бірақ қазақша сөйлесем де түсінбейді. Түсінбей ма? Түсінбейді. Кейде қызым более-менее түсінеді, өйткені жаңа қазақша, баламдікі бәріміз қазақша сөйлесек те почему-то тілі орысша шықты. Сөйтеді де, жаңа мен бір нәрсе айтамын ғой кейде, мыналардың бәрін тез жинап қойыңдар, ананы осы жерде тез сөйлесем. Что вы сказали, дейді. Я сказала там убраться, мне до этого чего вы сказали. Сөйтіп отырады, бірақ енді барынша қазақша сөйлеуге тырысамын қазір. Жаңа бөліп алдық бізде жаңағындай. Иә, либо менімен тек қана қазақша сөйлесесің, немесе ағылшынша сөйлесесің, немесе папаңмен орысша сөйлесесің. Сондай осылай. Сондықтан жаңағы енді қалай осылай билингв, қалай осылай ағылшын тілін үйретуге болады деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, ол жаңағындай бөліп алуға болады, иә. Бір ата-ана, бір мысалы анасы тек қана қазақша сөйлеуі мүмкін, ал әкесі тек қана ағылшынша сөйлеуі мүмкін деген сияқты осылай үйретуге болады. Тағы қандай лайфхактар бар осылай үйретуге? Үйретудің ба? Енді жаңа табиғи жолмен ғой. Мен енді отырып алып бүгін бүйтіп үйретейін деп отырмаймын, жоспар құрмаймын да. Менде енді мен үйде ата-енемен тұрамын, жолдасым бар, тамақ істеп қоямын, енді декретте кезде да, үй тірлігін істеп қоямын. Сондықтан менде бүйтіп уақыт болмайды. На ходу ғой менде ыдыс жуып жатсам өзім бірге нетем. Негізі қызым садикке баратын кезде былай бастадым кішкентай кезінде. Ұйқыдан тұрғызам, wake up деп ұйқыдан тұрғызам, сонымен қызымды аламын да барып жуындырам. Ваннадағы бір тақырып қылып алуға болады ваннада. Жуындырған кезде brush your teeth, wash your face, wash your hands, wipe your hands деп осы бір тақырып болып табылады ваннадағы. Одан кейін одан шығамын да киіндірем. Киіміңізді take off your clothes, put on your t-shirt деген сияқты киімді киіндіру несі болады. Және тақырып қылып алуға болады бұны. То есть получается бір күнде бірнеше тақырыпқа дейін алуға болады. Бірнеше тақырыпқа дейін алуға болады. Ал кейбір нелер бар ғой, мысалы ағылшын тілін үйреткісі келеді, бірақ білмейтін ата-аналар болады, мүлдем білмейтін, хабары жоқ. Енді ол кісілер алып жаңағы тақырыпқа бөліп алуға болады. Бірінші күні жаңағы ваннадағы тақырыбын, екінші күні кухняда таңғы ас тақырыбы деп алуға болады да, и соны біртіндеп бүйтіп метод бусинки дейді ғой. Сонымен бүйтіп былай степ бай степ үстіне қосып практика жүзінде дамытуға болады. Осы жерде Атабек мырза, сізге сұрақ бола ма? Сіз қалай қарайсыз? Сіздің қызыңыз бар, білуімізше. Қай тілде тәрбие? Менің қызым әлі қазірше тілі шыққан жоқ, 9 айлық. Бірақ мен бір ретте мынандай зерттеу жасадым тоже. Бір ретте енді үйге шаршап келем. Сөйтсем келіншегім мынаны қарасай дейді да, жатамыз, телефоннан синий тракторды қосады, короче. И біз элементарно орысша сөйлейміз, қазақша енді барынша мен қазақша сөйлетем, мамасы орысшалап сондайлар үйретеді. Тілі шығып алғанша енді амалдаймыз деп. Бірақ синий тракторды қосқан кезде анау жадырап, қимылдап, тыңдап, айтқысы келіп бірдеңелер болып отыр да. Сосын менде андай терең зерттеу басталды ғой өзімде. Неге бұл осы орыс тіліне құштарлығы, орыс тілі контентке құштарлығы мықты деп ше. Сосын қарасам, оказывается, баланың эмоциясына ең бірінші мультфильмдер қатты әсер етеді ғой. Сосын интернеттен қарадым. Қызыма синий трактор сияқты бір қазақ тілді дүние қояйын, арасында ағылшынша и орысша үйрететін нәрсе. И заодно андай қызықты да бастан аяқ қарап шығатын. Сөйтсем, бір дұрыс контент таппадым да ол жерде. Мысалға білесіздер, Ресейде жаңағыдай ағылшын тілдегі контент жасайтын қыздар прям миллион просмотр жинайды. Олардың аудиториясы мощный, и хотя олар былай қарасаң әке-шешесін асырап отыр да. Иә. Хорошо, енді ол этаптан өттім. Енді екінші ойыншық алуға барамыз. И то же самое, ана жерде балалардың тілін шығаратын неше түрлі ойыншықтар бар да. Сегодняшняя буква А дейді да, повторяем, буква А. Деп бәрі сосын. Эффекттермен өте керемет ойыншықтар бар. Өкінішке орай орыс тілді да. Хотя мен кәдімгі өте үлкен балалар ойнайтын алаңнан қазақша дүние іздедім, что мен қызым бірінші қазақша шығып алсын. Или қазақша орысша үйрететін болсын, или қазақша ағылшынша. Хотя біз өзім жоспарымда осы ағылшын мектептері бар, мектепте платный мектептер өте жақсы білім береді.
ағылшынша білімін ашады да қазақ тілін қосады ішіне. Ертең менің қызым шетелге шығатын болса, басқаға шығатын болса, кәдімгідей қиналады. Қиналмау үшін осы білімді алса екен деймін да. Енді мысалға сіздер біліммен әсер етесіздер, өте профессиональный кіресіздер, ол өте керемет. Бірақ өздеріңіздің деңгейлеріңізде әсер етіп жатсыздар да. Мысалы медиа саласында да осындай ата-аналар болса, немесе медиа саласындағы тұлғалар детский контенттерді қазақ тілінде бастайды, қазақша тілін өндіріп алады да арасынан. Ал енді қайталаймыз, ағылшынша тілде былай деген сияқты өте эмоциональный бір аниме-мен немесе бағдарлама или бір детский подкаст сияқты дүние болса, балалардың тіліне өте қатты әсер етеді. Өйткені мысалы сіздер қаладасыздар, в принципе курсқа жазыла салу қатты қиын емес. Жаңағыдай ата-аналарда болады, өзім алмасам да осыған алып берейінші деп отырады. Сондайға шанс бар да. Когда шалғайда жатқан, ауылда жатқан ағайындар бар, мысалға олар тіпті орысша тілді толық жартылай да білмейтіндер бар. Соларға мысалға сондай ойыншықтар, бағдарламалар болса, олар түсінеді, что ағылшын тілінде менің қызымның уже интересі бар екен. Давай осын дамытайық деген сияқты өздері ағылшынша іздеп бастайды. Хотя бы базовый болсын ютубтан ағылшын тілін немесе орыс тілін алып шығатын бір қазақшамен ұштастыратын бағдарламалар болса керемет болатын еді деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Мына жерде өте маңызды нәрсе, жаңа контент мейкерлердің құлақтарына алтын сырға, жаңағы тек қана орысша жасай бермей контентті қазақша, ағылшынша үйрететін, қазақша, орысша үйрететін керемет анимациялық, шынымен де анимациялық видеолар немесе мультиктер жасайтын болса, жаңа сіз айтып отқандай ауылдағы, шалғайдағы өмір сүріп жатқан қаншама адамға әсер ете алатын еді. Тек қана орысша көрмей, жаңа қазақша, ағылшынша арбуз, watermelon деген сияқты сондай бір қызық бір нәрсе істеуге болады. Шынымен де жаңа красочный қылып. Бұл жаңағы бір үйретудің жолы, жаңа айтып отқандай, Атабек мырза атап кеткендей, мультиктер өте қатты әсер етеді. Келісесіз бе соған? Қандай мультиктерді мысалға рекомендация жасай аласыз көруге? Неден бастаса болады? Мысалы қазір Атабек мырзаның қызы қанша деді? 9 айлық деді. 9 айлық деді. Күшті уақыт қой как раз. Менің қыздарым енді өзім қатты жақсы көремін, Пеппа Пиг. Поросенктар бар ғой, соны көрсетемін ема. Онда енді сөйлескен кезде ол жерде beginner levelда, elementary levelда сөйлейді да, и өте түсінікті. Соны көп көрсететінем. Одан кейін музыкалар, өлеңдер, әндер, соны тыңдау қатты әсер етеді мен балаларыма. Мен қазір қызым 1,5 жастағы қызым, қосып берем да, baby shark, mesela baby shark деп айтып жатса, соны қайталайды ісімен, түсінеді бүйтіп қайталайды. Осындай ютубта енді бүйтіп анау деп мен қатып қалған нем жоқ. Ашсаң ағылшынша мультиктер деп бассаң, английский для детей деп бассаңыз шығады, для малышей деп, соны орысша жазу керек. Сосын мен мынандай нені жақсы көремін. Мысалы бір кітапты аламын да, сол кітапты бірінші біз оқып аламыз, мен сұрақтар қойып бір талқылап аламыз суреттерді, сосын оны өзінің көзіне елестетіп, қалай екенін елестетіп алады да, одан кейін мен соның мультигін қосып берем да. Мысалы Белоснежка, Золушка, барлығы соның кітаптарын біз сөйтіп оқамыз. Матильда, тағы не оқып едік? Аю туралы. Ұмытып қалдым ғой. Teddy Bear, не знаю, білмейді екенмін. Паддингтон. Паддингтон да. Осы жерде, кстати, контент жасаймын дейтін адамдар болады, ата-аналар, менің қызым ертең блогер болады дейді ғой. Солардың құлағына тоже алтын сырға, монетизация жағын тоже түсіндіре кетейін. Әлем бойынша қазір ең үлкен просмотр детский контентті. Сіздер осы подкасттан кейін жай ғана ютубқа Baby Shark-тың просмотрын қарап көріңіздер, немесе детский музыкалардың, элементарный анау Маша Медведьтікі 24 сағатта миллионнан асып кетеді да просмотрлары. Мейлі ағылшынша, қазақша, орысша сияқты бір контенттер жасайтын болса, ол міндетті түрде атады. Елімізде 20 миллион халық бар да, оның каждыйның бала шағасына бір-ақ рет көрмейді, олар күніге қайталап көреді да. Өте үлкен трафик алып келуге болады. Қазақ тілінде де еще монетизация бөлімінде ютубта ең қымбат оплата детский контентке беріледі. Өйткені детский контент ешқашан біз пост салған кезде белгілейміз ғой, не для детский контент деп. Сосын бізге жаңағыдай басқа да Volt, Гловалардың реклама шығады. А детский контентте подгузники, сондай детский зат. А всегда детский реклама өте қымбат трафикта жүреді. Осындай мотивация болса. Алтын сырға неге жасамасқа? YouTube канал. Сол керемет ой деп тұрмын. Құдай қаласа. Болды, Атабек мырзаның несімен қолпаштауымен бастап кетсеңіз керемет болатын сияқты. Қазақша, ағылшынша күшті ғой? Бірінші сол Инстаграмды Құдай қаласа қолға алып алайын.
жайлап болар. Енді келіп жатсыз ғой қайтадан. Иә, енді жаңағы рәсімдер, ритуалдар, неше түрлі кітаптар, мультиктер жан жақты анағұрлым көбірек ағылшын тілімен қоршасаңыздар өздеріңіздің бала шағаларыңызды, соғұрлым ағылшын тілін болсын, қандай тіл болсын, Қытай тілін болсын, кәріс тілін болсын, тез үйреніп кетеді бала. Сондықтан да бұл жерде ешқандай да қорқудың қажеті жоқ, мен тілді білмеймін деудің қажеті жоқ. Жай ғана go, take, go, sleep, look at me деген сөздердің өзі жетіп артылады, жайлап бастап кетуге. Бұл жерде жаңағы baby steps керек. Я кішкене жайдан бастау керек, результат нәтиже бірден болмайды, уақыт керек. Сондықтан да егерде сіздер ата-ана ретінде көптеу қолдау көрсетіп, қиналса да қолдау көрсетіп, мойымай, басқа адамдардың жаңағы қарсылықтарына, негативный пікірлеріне көңіл бөлмей, өзіңіз шешіп алатын болсаңыз, менің қызым ағылшын және қазақ тілін білу керек бір деңгейде деп шешім қабылдайтын болсаңыз, сіз ешкімнің әңгімесіне қарамау керексіз. Сіз сол мақсат қойдыңыз ба, сол мақсатқа қарай жүре беру керексіз. Тағы қандай қосарыңыз бар? Ата-аналарға не айтасыз? Ата-аналарға айтарым, сол қорықпаңыздар, кішкентай кезден бастап баланы дамытуға болады. Негізі кішкентай кезден бастап тіл деп қатып қалмайша, ағылшын тілі арқылы ұсақ моторикасын, үлкен моторикасын дамытуға болады. Қандай және де дамытатын ойындар бар ғой, соларды ағылшын түрінде үйретуге болады. Бұйырса осы менің өзімнің ойымда бар да, кішкентай балаларды дамытуға арналған ойындарды ұйымдастырып, бұйырса марафондар құрастырғым келеді. Мықты марафондар жасайтын едіңіз бұрын. Көптеп маған ата-аналар жазады негізі. Инстаграмда көрінбей кетсем де жазып тұрады. Қалай үйретесіз, қалай деп. Сол кісілерге түсіндіріп әлек болам да осы уақытқа дейін. Бірақ ол кісілер бастамайды. YouTube канал жасасаңыз, бір рет міне, ссылка дейсіз болды. Сол YouTube жақсы болып тұр, YouTube-ты мүмкін қолға алармын. Иә, сондықтан да қорықпаңыздар, тек алға. Өздеріңіздің бала шағаларыңыздың келешегін қазірден бастап ойламасаңыздар, анау 8-ші класс, 9-ші класс, 10-11-ге барып, мен балам Америкаға кететін еді, тіл деңгейі бигинер десе, ешқандай да супер-пупер мұғалім көмектесе алмайды. Сондықтан да қазірден бастап өз балаларыңызға инвестиция құюдан шаршамаңыздар. Көп инвестиция құйғандықтың арқасында да мен мысалы бірнеше тілді білем, барлық жерде звезда болып жүретіндігім университетте де, өйткені бір тілді білмейсіз, тек қана қазақ тілін, 3 тілді білгендіктен всегда мен жаңа лидер болатын, көшбасшы болатын. Сондықтан да егер де сіздерде жарқын болашағын ойлайтын болсаңыздар, өз балаларыңыздың қазірден бастап алға. Осы жерде қоса кететін, мен өзімнің ата-анама үлкен шексіз алғыспын. Себебі мен өзім монолингв болдым, сонымен 2-ші класстан бастап ағылшын тілін үйрене бастадым. Ол кезде мен анам декретте болатын еді. Тек қана әкемнің табысымен күн көретінбіз. Сөйтіп әкем осы неге ағылшын курсқа қатыстырып, мен біліме инвестиция жасады, сол өте үлкен алғысым шексіз. Ары қарай универді өзім таңдап, сөйтіп бітіріп шықтым, жақсы бітіріп шықтым. Сол сіздерге де айтарым, ата-аналар, балаларыңызға инвестициядан аямаңыздар, балаларыңызды дамытыңыздар міндетті түрде. Және мен қолдаған өзімнің ата-енеме, жолдасыма үлкен рахмет айтам. Бұл жерде жолдасыңның қолдауы, ата-енеңнің қолдауы өте маңызды ғой бұл жерде. Егер де ата-енесі жаңағы қолдап, келінін немесе күйеуі жаңағы әйелін сүйген жарын қолдап, барлығынан қолпаштап отырса, бұл жерде әйел деген барлығын жасайтын сияқты. Жарып шығады. Жарып шығады. Сондықтан да қолдау өте маңызды. Менде де бұл жерде ата-анама тоже рахметімді айтқым келеді сізге қарап отырып. Өйткені шынымен де менің әке-шешем бүкіл өздері жемеген нәрсені бізге жегізіп, кимеген нәрсені бізге кигіздіріп, барынша инвестиция қылды. Осы біліміне менің папам, әкем жаңағы енді біздің мамамыз алтын медальді бітірген сондай мықты лидер болған ғой менің мамам. Сөйтіп соған қарап, біздің папа жаңағы 3 пен 4-ке оқыған бала, бұзық балдардың ішіндегі балдар сондай ғой, бірақ өте ақылды біздің папамыз. Сөйтіп жаңағы мен сияқты болмасын, грамотный болсын деп папаға, мамама айта берген ғой. Осы мама да сондықтан да жұмыс істемеген ғой. Мен университетке 20 жылға дейін жұмыс істемеген, үйде отырған біздің білімімізбен айналысқан. То есть бүкіл өмірін бізге арнады, жаңағы ағылшын тілін болсын, математика,
бәрін өзі түсіндіретін. Сондықтан да шынымен де ол өзінің уақытын инвестиция жасады. Жаңа баратын жерге барып, курстарға жазып сөйтіп жүретін тұғымыз. Сондықтан да бұл жерде сол ата-анамыздың қолдағанының арқасында қазір өйстіп гүл-гүл жайнап отырмыз. Мен универде бір ситуация есіме түсіп кетті. Ол кезде Алматыда оқыдым ғой, Ниязда. Папам келіп тұратын еді. Сол кезде мен жұмыс істегім келді. Себебі қасымда курстастарым бәрі жұмыс істейтін еді. Сөйтіп біреу официант болады, біреу басқа нәрсе. Соны мен де официант боламын ба деп ойладым. Сөйтіп папам мен тамақтанып отырған кезде папа официант болайын ба деген едім. Мамам бола бер деген ол кезде. Мама поддержала. Мағыл деп сөйтіп ойлағам, сөйтіп папам жоқ болма қой деді. Сөйтіп бір ағылшын тіл курсы бар, сол жерге барып көрсем, бірақ ол кезде сағатына 500-ақ теңге еді. Енді алматылықтар үшін өте аз ғой. Айтты папам, қызым, ол ақшасына қарама, главный сенің опытың деді. Сонымен істей бер деді өзің үшін. Сондағы айлығым 11 мың болатын еді сол кезде. Сонымен сөйтіп істеп, Құдайға шүкір, осындай дәрежеге жетіп отырмын. Иә, керемет. Сондықтан да алға, білімге деген құштарлықтарыңыз мәңгілік болсын деп, осы бүгінгі подкастты бүгін аяқтаймыз. Біраз нәрсе айтылды, негізі ары қарай да әңгіме айтқымыз келіп тұр, бірақ негізі біраз маңызды нәрселерді түртіп айтқан сияқтымыз. Сара Мақсатовна, келгеніңізге көп рахмет. Шақырғаныңызға үлкен алғыс. Аяқтадық. Керемет. Поздравляю вас. Басым айналып кетті дейсіз ба? Иә, почти 1 сағат болды. Мен аны переживать етіп, таңғы асты, түскі асты іштерсе ішпедім. Неге сонша? Білмеймін, қатты қобалжыдым ғой. Ничего, мы все можем.